Баршаңызға қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте керемет болып шығатын сәтті рецепттерімнің бірімен бөлісетін боламын. Ендеше бісміллә деп бастайық. Бізге ең алдымен таза құрғақ ыдысымызға алдын ала дайындап алған айранымызды құйып, дәл осы айранымыздың үстіне шамалы тұзымызды және де қажетімізге қарай 2 ас қасық қантымызды салып, жақсылап осылай араластырып аламыз. Дәл осы айранымыздың үстіне ендігі кезекте бөлме температурасында тұрған 2 жұмыртқамызды салып, одан кейін лопаткамыздың көмегімен осылай жақсылап біркелкі болғанша араластырып аламыз. Дәл осы массамыздың үстіне алдын ала үккіштен өткізілген сырымызды және де ұзынша етіп майдалап туралған колбасамызды да салып араластырып алатын боламыз. Дәміне қарай шамалы укроп қосып жіберсеңіздер де дәмі өте керемет болып шығады. Дәл осы массамыздың үстіне шамалы сұйық майымызды құйып, одан кейін ұнымызды салатын боламыз. Ұнымызды алдын ала разрыхлительмен араластырып алып, одан кейін дәл осы массамыздың үстіне ұнымызды салатын боламыз да, қолымыздың көмегімен жұп-жұмсақ қамыр илеп аламыз. Және де жарты сағат уақытқа қалдырамыз. Жарты сағат тұрған қамырымызды осылай ұн себелей отырып, орташа қалыңдықта біркелкі етіп жайып алатын боламыз. Қамырымыздың қалыңдығы жұқа да емес, қалың да емес болу керек. Қамырымызды осылай жайып алғаннан кейін өз қалаған формаларыңызда кессеңіздер болады. Мен жайылған қамырды 4 бөлікке бөліп алдым. Одан кейін ұзынша етіп барлығын тағы да дәл видеодағыдай кесіп алдым. Ендігі кезекте алдын ала қызып тұрған майымызда қызарғанша біркелкі етіп пісіріп алатын боламыз. Достар, менің арнамнан түрлі тәттілер мен тағамдар және де қысқа арналған тосаптың да рецептісін таба аласыздар. Ол үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып, және де өз пікірлеріңізді қалдыра кетуді ұмытпаңыздар. Мен сіздерді өз каналымда күтемін. Қазақша контенттің өсуіне сіздер де өз үлестеріңізді қоссаңыздар болады. Дәл осы рецепті мен өз арнамның описание бөлімінде қалдыратын боламын. Сол жерден толық рецептін қарап, сіздер де жасасаңыздар болады. Назарларыңызға рахмет, аман сау болыңыздар.